Сәлем, құрметті достар. Сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен үтір қай кезде қойылады деген сұраққа жауап беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп бағалаңыз. Алдыңғы сабағымда пунктуация дегеніміз не, нүкте туралы айтқан болатынмын. Сілтемесін төменге қалдырамын. Бүгін үтір қай кезде қойылады деген сұраққа жауап беретін боламын. Үтір мынадай жағдайларда қойылады. Бірінші, қаратпа және қыстырма сөздерден кейін. Екінші, одағайлардан кейін. Үшінші, бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Төртінші, үтір құрмалас сөйлем ішіндегі жай сөйлемдердің араларына қойылады. Құрмалас сөйлем туралы видео каналымда бар, төменге сілтемесін қалдырамын. Бесінші, күрделі қос сөздердің арасына. Алтыншы, төл сөздің алғашқы бөлігі хабарлы сөйлем болғанда одан кейін үтір және сызықша қойылады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз.